Американың ұлттық байлығы. Әңгіменің авторы Рахымжан Отарбаев. Аңшы дара ауыз мылтығын құндағынан омырып, майға шыланған матамен қайта-қайта ысқылай сүрткен. Төңірекке қапардың қанды аузы атанып кеткен мылтықтың шын болатына өңгіріп жылтырай қалды. Жарықтық әкесінің көзіндей қару ғой. Қошалақтың адырымен төбе тексеңін сыдырып, аң қағып қаншығасына қоян байлап қайтса да мейірленіп, бұл мылтықтың аузына мың аң сыйып кетеді деп күмпілдеп жер-көкке симай оралатын. Шалы олжалы келсе, шешесі өз етегіне өзі сүрініп жүріп, имекбаз жез құман мен легенді алдына тосып, ақ сүлгіні тізесіне тастап, жылы суды сыздықтатып құяр. Осы заманда қай қазақ қазан қақпағын булап жас етті күн сайын жеп отыр дейсің? Деп шегіргөз ақшынақ шал танауына уысын толтырып суатып жіберер еді. Ырысы алысқа шашыраған мына біз шығармыз. Анау ойдағы ел қуаты жоқ көк қыртылдақ қызыл шылқылдақпен күнелтіп, тісінің суын сорып шықылықтап отыр. Даладағы аңды қорасындағы малдай көріп жүріп дәулетте жинамапты. Соңында мұраға қалғаны ай даладағы жалғыз тоқал там мен осы қандаузы 5-6 уақ жандық. Күн тайғасын пеш жанында тұрған пілте шамды тұтатты. Көлеңке ыдырап үйдің төрт бұрышына тығылды. Қазан астындағы от бәсеңси бастаған екен. Ошақ аузында жатқан жыңғылдың 3-4 түйірін қосымша етті. Жас еттің иісі жайылып, қараша үйге жылылық енді. Қапар мылтығын қайта құрастырып, оқшантайын босағадағы шегеге ілді. Қазан енді 1-2 бүлк етсе, ет те туырылып түсе қалар. Ертең алакөбеңде тұрамын, ерте қамданайын деп дастарханға қол соза беріп еді, сырттан ат оқыранды. Артынша есік сықырлай ашылып, ассалаумағалейкум деп еңкіш келген шынжау сары жігіт еніп келе жатты. Әлік алдым. Төрге ұз. Қапеке, жалғыз өзің шошайып бұл не отырыс? Апам қайда? Деп шынжау сары 2 бұтын құшақтастырып отыра кетті. Өзіміздің жетес екенсің ғой. Жол болсын. Сайлаудың сабылысы. Кандидаттарға дауыс беріңдер. Депутат жасайық деп ел жұртты үгіттеп жүрмін. Қадишамен әріден аталастығы бар, әрі бар жаһанның жаңалығын аузына тістеп жүретін осы жігіттің әр қылығы қыр адамына қызығақ. Қадиша интернатта жататын 2 шаманға кеткен. Жолаушыдан сәлем айтып жіберіпті. Апамның қызыл қуырдағын сағындық деп. Ортақ қазанның бұламық көжесінде кенеу бар ма? Қоңыл тақсып, қоңқылдап жүрген ғой иттер. Қашан қайтады? Дүкенге соғып, ертең кештетіп жығылар. Оңаша қалып, қара қазанның иелігі қолыма басы бүтін тиді деп жатыр екенсің ғой. Дұрыс, деп жетес дастарханға омырылды. Қойдың басы несі? Ақта тоқ деді, етін сылып қуырдақ етіп апаң қарынға салған. Басымен 5 тал қабырғаны қай құдам келеді деп сақтайын. Қазанға тоғытқам. Несібең әр қазанда жүрген жігітсің ғой, саған бұйырды. Бәрекелді, тоңып келгем. Жазғы тұрғы жел жардай атанды жығады деген. Әрі мынау талау келгір торының жүрісі жаман. Асқазанымды сапырып бітті. Қапардың қолына тигені бір шөкім құйқа. Қалғаны жетестің алдынан жалаңаштанып шықты. Сайлау деген тұп-тура сорыма шықты. Десін ыстық сорпаны алып жатып. Әлгінде емес, жұтқыншағы жүгірмей қалыпты. Ішіне ел қонғандағы. Сахибеден мен әйелі Ағиба депутатқа таласып, мал қораның басын жау шапқандай етті. Ойбай, бар қызық сенде болды. Айтпа, күйеуі кетеден шыққан Сейсенбайды қолдап, қатыны Тама Сәрсенбайды жақтап, қызыл майдан 40 пышақ. Дүние ғаламдасамыз деп өңір тегін ағытып жатқанда, бұлар рудың сойылын соғып, надандық сені қайтейін деп дастарханға бет сипай салды. Надандыққа өкпелеймін деп отырып, батаны да ұмытты. Қайсысы жеңді? Қайсысы? Ағиба да бір шөкім кетені Тама табанына тұрғызама, осыдан ініме дауыс берме, інге кіргізейін деп. Қатын қайраттанса қазан ғана қайнамас. Қойшы оны. Ал, аңғалай, қандаузыңды сайлап отырсың ба? Шибөрі күн бермей тұр деп малшылар заршылайды. Әуселесін көрейін деп отырмын. Шибөрі? 10 шақты жыл болды ғой.
қошалаққа сондай бір мақұлықтың бауыр басқанына. Ау, айдың күннің аманында ұлттық байлыққа мылтық кезеніп не көрінді, Қапек-ау? Сорың шындап қайнаған екен. Мына сөз Қапардың жүзіне ойнап шыққан күлкіні үркітіп жіберді. Қайдағы байлық? Ол кімдікі? Шибөрі аулағаның рас па? Ал рас. Ендеше бұл сонау Американың ұлттық байлығы боп мақұлданған мақұлық. Қапар піштеп күліп жіберді. Қасқыр мен түлкінің ортасынан шыққан жаман шатаны әлдеқандай етуін. Бөрідей азу айбаты, түлкідей айласы жоқ. 7-8-ден үйір құрып, аш арықты, өлексені аңдып қалған нәйіске оқтың өзі обал. Сонымен осы кезге дейін Шибөрінің қаншасына иман үйірттің? Әй, айтшы, өзің олардың есебін ала шыққаннан саусың ба осы? Тап бір бақташы соқсап, торы алқымынан жармасқаннан несі? Ойбай-ау, сенен Шибөріні аяп отыр дейсің бе? Қарақан басыңды қарап отырып, қып-қызыл пәлеге шырмап алғаныңды айтамау, деп Жетес 4 бүктеулі қағазын екінші тізесінің үстіне алмастырды. Мақұрым екенсің. Ендеше Шибөрінің тарихын тыңда. Техникасы мен адамы көбейген соң, Американың жері тарлық етіп, осы Шибөріні Азия мен Африкаға әкеліп жіберген. Азия дегенің тұп-тура осы қошалақ. Ал сосыны несі? Әбден өсіп-өніп өркен жайғасын кері жинап алады. Ұлттық байлығын далаға тастайды дейсің бе? Апырмай, Осыдан 10 жыл бұрын осы жерден қасқыр мен қарсақ, түлкіден өзге мақұлық көріп пең? Айтшы. Ендеше үйір-үйір боп шәуілдеген қалпы аспаннан түсе қалмаған шығар. Рас-ау. Сонда ол жазғандардың Шибөріден басқа байлығы құрып қалып па? Жетеке әлгі Африкаға жібергендері қалай? Аман-есен бе екен? Деп Қапар әңгіме бетін қошалақтан аулақ құрлыққа алып қашты. Қайдан аман болсын, жақында теледидардан көрсетті, өңшең зәңгі қырып атып түгесуге тақапты. Сосын әскерилер вертолетпен келіп, әлгілерді ойбайлатып қуып ұстап жатыр. Шибөріні ме? Жоға, зәңгілерді, кәдімгі негірді айтам. Бейшаралар десеңші. Бір тайпа көсемінің аяқ қолына кісен салып жатып, сендерге сеніп жіберген ұлттық байлығымызды ит-рәсуа еткіздің. Көздеріңе көк шыбын үймелетеміз. Құл ретінде кереметсіңдер, ал адам ретінде түк қасиеттерің жоқ деп, Қапек-ай, әлгінің көзін істікпен шұқығанда төбе шашың бар ғой, бір тұрып бірі жатады. Қалың жыныс ішінде әр шоқалдың түбінде өріп жүрген мақұлықтың есебін айдалада отырып қайдан білген? Надандық сені қайтейін, деп Жетес ежірейіп ішкі қалтасынан әлгі 4 бүктеулі қағазын қайта суырып алды. Космостан, сенің башпайыңды қимылдатқаныңа дейін төбеңнен үңіліп, айнадан көріп тұр. Бар байлығын хаттап, шоттап отыр. Әне, әйтпесе, соншама ақша шығарып дүркін-дүркін кеме ұшырып, олар аспаннан нағашысын іздеп жүр дейсің бе? Мәселенің байыбына көзі енді жеткен Қапардың аяқ қолына діріл жүгіріп, құлдығың болайын, Шибөрісі құрысын төсек салып жата қалайықшы, аузы жаман итай, адамның иманын ұшырып айтып отырғанын қарашы. Бетіне жел боп тиген Саддам Хусейннің өзін інге тығылған қарсақтай шақылдатып суырып алғанда, оның жанында сен кімсің? Жалғыз вертолетпен келеді де, давай Қапар дейді де, давай кейін Шибөрінің шын иесі кім екенін білмей жүр екенсің. Қарабаевич, тоқ беретін столға таңайық, тірідей үйтіліп қал, ішті саудаң тамам деуін. Тоба, әлгі қатыны түскірде аяқ астынан қанішкенге шауып, мынау шынжау иттің де жата қалмай, тізесінің үстіне қайта-қайта қағаз жүгіртуі тегін дейсің бе? Американың жасырын уәкілі боп жүрмесін. Сонда да тегін жан беру оңай ма? Көңілімен аспанды теуіп отырған мұны бірер сұрақ беріп тағы да байқастап көргісі келді. Жетес жанау, ақылы асқан азаматым-ау, айтшы өзің. Сонда әлгі Шибөріге малымызды қан жоса ғып қырғызып қойып, тып-тыныш отыра береміз бе? Бұл мақұлық олардың байлығы болса, үстінен жонып жеп отырған ірілі ұсақты жандық біздің күнкөріс напақамыз емес пе? Жетес шараяқ толы айранды бір жұтып шетке ығыстырып қойды. Келелі әңгімеге енді келгендей қомданды. Сырты түк іші боқ, қайдағы малды айтасың? Олар өзіңді отырғызып қойып, құйрығыңның астынан мұнайыңды жым-жылас қып сорып кетіп жатқан жоқ па мұнайыңды? Өй, қазақ, соны неге ойламайсың?
Қапар шошып астындағы қызыл құрақ көрпеге қараған, бір шеті түріліп қалыпты. Қиюы қашқан есіктен бе, әлде құранды шынысы көп терезеден бе, әйтеуір салқыны леп тұла бойын қуалап қалшыл қақтырып бара жатты. Десе де ішкі үрейін сыртқы болмысымен бүркеп, шамасы дәті қатты елау деп, мына маңызды мәселеге өзінің қатысын сүйкей салдылау қылып көрсеткісі келіп, шамның білтесін азайтып жарығын әлсіретті. Айтары бар ма? Олар бізде емес. Әрі қайсысы ата заңын аузымен сүйіп, адал болуға ант береді. Ертеңіне орнынан маңдай әжімі батыңқырап жағы суалып тұрды. Жеті мүшесі бір-бірін ауырсынғандай шабан қимылдап киінді. Басы қайқайып кеткен сүре шегеде ілулі тұрған мылтығымен оқшантайына қарағысы келмей көзін алып қашты. Жетес бозала таңда аттанып кетіпті. Сыртқа беттеген. Әлгі шынжау сарының сайтанның сапалағындай сап ете түсіп, тып-тыныш тірлігін алағұйын етіп кеткенін қарашы. Қызыл тайыншаны қамаған шибері көздеп атар кезде тым құрығанда қасқырмен қарсақтай жалт беріп жоғалмай қасқайып тұра берді-ау. Тек мияу деп дауыс шығарған. Артыңда Америкада елің тұрса, келсең кел деп қасқия қалмағанда қайтеді. Төс ауа тоқал тамына кіріп шай қойған. Бірер кесемен тоқтады. Көкірегінің басына түйіншік боп қадалып тұрып қалды. Сосын бата жасады да қисая кетті. Қисая кеткенде көзі қайтадан көкті көздеп тұрған дара ауыз мылтығымен оғы ұядағы балапандай шүпірлеген оқшантайға түскені. Сол-ақ екен, қараң батқыр, жалғыз өзімді жауға талатып әлгі қатынның да келмеуін деп орнынан сілкіне тұрды. Бір құлақ радио қайтадан қырылдап, бұл жолы вертолеттің дауысы анық естілді. Алламау, деді амалы таусылған аңшы үні тозып, мұржаға сүйене кетіп. Шәуілдеген жаман шүйбөрі Американың ұлттық байлығы болсын. Мен сонда Қазақстанның кімімін? Өкпесіне тебер өгеймін бе? Бұл дүниеде жиғаным, о дүниеде иманым бұйырмай кететіндей сұрауым жоқ па? Оң қол қиянатқа жүгірсе, сол қол арашаға ұмтылмас па? Бұл ел ме әлде ашық тесік жатқан малғора ма? Көзінен екі тамшы жас езіліп түсті. Батар күн фәни дүниенің қашты қуды қызығын қимағандай, бір құлағын қылтитып, айналаны жезлегендей жылтыратып тұр. Әңгіменің соңы. Оқыған Роза Сұлтаналиева.